Достар бәрі сұрап жатыр екен де, короче, менен өзге жанды ұнатпашы жаным деген өлең бар ғой. Сол өлеңге кавер жазыңызшы деп 4 күн болды дайректің жарылып жатқанына. Сол үшін давайте мен жазам, бірақ 10 000 реакция болатын болса, мен жазам. Егер 10 000 реакцияға даже 9500 болып болса жазбай қоям. Сол үшін 10 000 реакция болатын болса, смело мен өз уәдемде тұрам, сол өлеңге кавер жазам. Қалайсыздар? Всем привет! Тағы да амандасып қояйын. Қазпочтадан шаруасын бітірдім. Кстати, мен бүгін таңғы 7-де тұрдым. Таңғы 7-де тұрып, менен қандай өзгеріс байқап тұрсыздар. Таңғы 7-де тұрып, күміс тәтенің үйіне барып кірпігімді жетіп алдым. Кстати, мен Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Ұйқымнан енді тұрып, қазір үйдің тірлігіне кіріссем ба деп отырмын. Суббота воскресенье ғана уақыт бөлінеді үйге, қалған күндері эфирдамын. Және барлығы миспір болайыққа дайындықтарын бастап кетіпті. Мен әлі жоқ, жүрмін әлі. Бүгіннен бұйыртса дайындық басталатын шығар менде де. Қазір үйдемін, 2 күн үйде демалам ба деп шештім. Ешқайда шықпаймын, ешқандай жұмыстарым, ешқандай съемкаларым жоқ. Сондықтан үйдемін. Күндеріңізге сәттілік барлықтарыңызға. Ал достар, баршаларыңызға қайырлы түн, қалайсыздар? Қонақ үйге енді келдім. Мындай қою сүтпен шай ішкім келіп кетті да. Даусым отырып қалды, әдеттегідей өздеріңіз білесіздер. Көп сөйлегеннен кішкене акустика микрофондары да дұрыс бола алмай қалды. Адам көп деген сияқты. Бірақ көңілімнен шықты, өте ерекше атмосферада өтті. Қонақтардың барлығы көңілді, позитивті, бір-бірімен жақсы араласатындары көрініп тұр. Сондықтан бүгінгі кеш ешқандай бір қиындық әкелген жоқ, шынымды айтсам.